Баршаңызға ассалаумағалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін өте жеңіл әрі тез дайын болатын пирог әзірлейтін боламыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Жұп-жұмсақ болып шығады. Ол үшін бізге қажетті құрамдар өте оңай, қарапайым ғана, әрбір үйден табылады. Видеоның соңына дейін қарап, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып отырыңыздар. Бізге разрыхитель, ұн, сары май, қант, ванилин, сонымен қатар жұмыртқа қажет болады. Үй бөлмесінде ерітілген сары майға қантымызды, ванилинімізді салып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Бізде қант толықтай еруі қажет. Міндетті түрде майды үй бөлмесінде ерітіп алғандарыңыз дұрыс. Бізде осылай майымыз 2 есеге ұлғайып, осылай воздушный болып шығады. Енді кезекте 4 жұмыртқамызды бөлек ыдысқа осылай араластырып аламыз. Миксермен араластырсаңыздар 2 есеге ұлғайып, әдемі болып көтеріліп шығады. Менде жоқ болғаннан кейін осылай вилканың көмегімен араластырдым. Жұмыртқамызды араластырып болғаннан кейін жаңағы сары майымыздың үстіне аз-аздан құйып араластыратын боламыз. Осы сәтте миксерді қойып, қасықпен немесе венчикпен араластырсаңыздар болады. Жұмыртқамызды 3-4 бөлікке бөліп араластыратын боламыз. Қажетті құрамын описание бөліміне жазып қоямын. Сол жерден қарап, жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Дәмі де ерекше болып шығады. Ендігі кезекте ұнымызға разрыхителімізді салып, жақсылап араластырып, ұнымызды жаңағы сары майымызға аз-аздан бөліп сала отырып араластыратын боламыз. Достар, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Видеоларым ұнаса, жақындарыңызбен достарыңызға таратып, атсалысып жіберсеңіздер, алдын ала көп рахметімді айтамын. Каналыма қолдау білдіріп отырған жандарға Алла разы болсын. Бізде осындай воздушный, өте керемет тесто дайын болады, яғни қамырымыз. Осы сәттен бастап духовкамызды қыздырып, 180 градуста 20 диаметрлік ыдысқа құйып, пісіріп алатын боламыз. Осындай керемет болып пісіп шығады. Сәнде өз қалауларыңыз бойынша міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын, сау болыңыздар.